Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдер, студенттер, оқушылар. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok'тағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін Сканавиді есептер жинағын математика пәні мұғалімдерінен немесе математикаға қызығатын оқушылар, студенттерден бұл кітапты білмеуі мүмкін емес. Сканави деген есептер жинағы, яғни оқу қатысушыларға арналған техникалық Сканавидің орысша кітап бұл. 9.273 есеп Сканавидің есептарында. Бұндай теңсіздік бұл, көрсеткіштік және иррационал аралас. 8 көбейтілген 3-тің дәреже көрсеткішінде түбірасты x плюс x-тің 4-ші дәрежелі түбірі плюс 9, дәреже көрсеткішінде x-тің 4-ші дәрежелі түбірі плюс 1 артық тең 9-ның квадрат түбірі x. Енді бұнда квадрат түбірдің астында 4-ші дәрежелі түбірдің астында қандай шарт қоямыз? X теріс еместік, не анықталып отырсыңдар. Енді мына жерде қарайық. Дәрежеге әрдайым оңсан ғой, дұрыс па? Теріс емес. Мынау 0-ден артық етеміз, 0-ден артық болады ғой. Дәреже оңсан, дұрыс па? 9 түбірасты x-ке бөліп жіберейік екі жағында. Оңсанға бөлсек теңсіздік өзгермейді, дұрыс па? 9 түбірасты x-ке бөлейік мынаны, қарайық. Сонда қалай болады? Әрқайсысын бөлеміз мынаны. 3. Енді қарайық. Көбейтілген. Дәрежені жаза береміз мынаны, өзгертпейміз мынаны әзірге. Түбірасты x плюс x-тің 4-ші дәрежелі түбірі. Енді қарайық. Мынаны бөлгенде, мынаны 3-тің 2 дәрежесі ғой, дұрыс па? Мынау 3-тің 2 түбірасты x дәрежесі деп алсақ болады. Өйткені 3-тің квадраты 9-дың минус 2 түбірасты x алынады дәреже көрсеткіштер. Негіздері бірдей болып шыға келеді онда, дұрыс па? 3-тің квадраты ғой 9-дың. 3-тің 2 түбірасты x дәрежесі деп алсақ болады мынаны, дұрыс па? Онда бірдей дәреже келтіріп, мынау алынып кетеді бөлгенде, дұрыс па? Осылай пока қойып. Плюс 9. Мынаны 9 бір дәрежеде тұр, итак. Дұрыс па? Бір дәрежеге келтіріп қажет емес. x-тің 4-ші дәрежелі түбірі минус түбірасты x плюс 1, плюс 1-ін көбейту 9 деп, бір дәрежені аяқаламыз. Ол артына тең 1. Не қылайық? Түрлендірейік ортақ. Қалай жасалады? Түбірасты x минус 2 түбірасты x. Ұқсас мүшелері бар ғой. 3 көбейтілген 8 көбейтілген кешіріңіздер. Түбірасты x-тің 4-ші дәрежелі түбірі минус түбірасты x. Түбірасты x минус 2 түбірасты x. Ұқсас мүшелері бар ғой. Түбірасты x дәрежесі. Мынау плюс 9 x-тің 4-ші дәрежелі түбірі минус түбірасты x. Так. И көбейтілген 9 артықпен тең 1. Жерде не байқап тұр? Дәреже көрсеткіштер бірдей жерде дұрыс па? X-тің 4-ші дәрежелі түбірі минус түбірасты x. Мынада да сондай. Бірақ мына жерде негіздер қандай қатынаста бар? 9 3-тің квадраты, значит, мынаны т деп алсақ, мынаны т-ның квадраты болады. Түсінікті ғой? Өйткені ол 3-ның квадраты. Онда мынадай белгілеу енгіземіз, сонда бұл квадрат белгілейін деп тұр. 3-тің x-тің 4-ші дәрежелі минус түбірасты x. Осыны біз т деп белгілейік. Мынаны біз т деп белгіледік. Содан қандай деген т квадрат болады сонда? Т квадрат плюс не болады сонда? 8-ті квадрат кешіріңіздер. Мынаның алдында 8 тұр ғой. 8-ті квадрат. Қандай теңсіздікке келдік біз сонда? 8-ті квадрат плюс 9-ті артықпен тең 1. Мынаны мына жаққа шығарып жіберсек қалай болады мынаны? 8-ті квадрат плюс 9-ті минус 1 артықпен тең 0. Мынаны жіктесек қалай болады мынаны жіктесек? Мынаның түбірі қандай болады? Там болады екен. Қалай ойлайсыздар мұны? Мынаның түбірі қандай сон болады? Мына жерде не істейміз біз? Дискриминант арқылы сағашақта болады, не болады? Басқаша не салыпта болады. Енді қарайық. Қандай сон болуы мүмкін? Қараңыздар мынаның түбірі. 8-ті кешіріңіздер мына жерде. Т ғой мынау 8-ті кешіріңіздер. 8-ті плюс 9-ті квадратпен керісінше жазып қойыппын, кешіріңіздер. 8-ті науты квадрат кешіріңіздер. 8-ті онда қандай болады? 9-ті квадрат, т квадрат қой көбейтілген 9-ны бір дәрежесін бөліп алдық. 9-ті квадрат плюс 8-ті артық 1. Сол жаққа шығарып жібереміз. 9-ті квадрат плюс 8-ті минус 1 артық тең 1. Минус 1 деп берсек мынау түбір болады. Значит, т плюс 1-ге бөлінеді. Т плюс 1 9-ті минус 1 артық тең 0. Жақша итак оң. Өйткені т біз дәреже көрсеткіші оң ғой. 10 санға 1-ді қоссақ 10 болады. Мынау таңба қосақ. Значит, мынау 10 болу керек. 9-ті минус 1 артық тең 0. Бұдан т артық тең 9-дан 1. Солай ғой, Значит, мынаны қайтадан ораламыз, значит, бізде. Бізде қандай? 3-тің мынандай дәрежесі артық тең 9 қайтадан ораламыз x-ке. Значит, қандай түрде жазамыз біз? 3-тің осындай дәрежесі артық тең 9. Міне, 3-тің мынандай дәрежесі 3-тің x-тің 4-ші дәрежелі түбірі минус түбірасты x артық тең 9. 9-дан 1. 9-дан 1 ол қалай? 3-тің минус 2 дәрежесі. Значит,
3 бірден үлкен сан, значит дәреже на дәреже артық болу үшін ал минус 2-ден артық болу не тең болу керек. Солай ғой, иә? Дәреже көрсеткіші бірден үлкен болса тура жазамыз теңіз. Квадрат x артық не тең минус 2. Аяқта тағы квадрат теңдеуге келеміз. X-тің квадрат x-тің 4-ші дәрежесінің квадраты. Келісесіздер ғой мына теңдікпен, иә? Квадрат түбір ол 4-ші дәрежелі түбірдің квадраты, солай ма? Келісесіздер ғой, бұған күмәндармен жоқ, значит ана 4-ші дәрежелі түбірді оны т демей қояйық кеттін. Оны y деп алсақ, мынау не? Y квадрат болды. Значит, y минус y квадрат артық не тең минус 2. Ана оң жаққа шығарып жүрсек, мынау не? Кішіне тең болып шыға келеді y квадрат минус y минус 2 кішіне тең 0. Аның түбірі 2, y минус 2, y плюс 1 кішіне тең 0. Енді квадрат түбір 4-ші дәрежелі түбір всегда тереземесі мынау бірден артық не тең болса, значит оң сан болады. Бірден артық. Значит, мына жаққа ғана біз не қараймыз? Таңба мына жаққа. Y минус 2 кішіне тең 0. Солай ғой, иә? Мына қарайық. Y минус 2 кішіне тең 0. Мына қарайық. Сонда қандай теңсіздікке келеміз біз енді? Y минус 2 x артық не тең 0 анықталуын ескереміз. Y минус 2 кішіне тең 0. Бұдан қандай? Y кішіне тең 2. Біз y деп нені белгіледік? 4-ші дәрежелі түбір, 4-ші дәрежелі түбір кішіне тең 2. Солай ма? 4 дәрежеге шығарып берсек теңсіздік өзгермейді, оң сан. X кішіне тең 16. А бірақ біз айттық қой анықталу үшін x артық не тең 0 деп. Значит, x 0-ден артық не тең, 16-дан кішіне тең. Содан жауап қойып 0-ден 16-ға дейін. 0 мен 16-ны аламыз мына теңсіздіктің шешімі. 0 мен 16-ға дейінгі аралықтарда барлық x нақты сандардың жиыны мына. Мына теңсіздіктің шешуі қандай? 0-ден 16-ға дейін аралық. Яғни осы аралықтағы барлық нақты сандар осы теңсіздіктің шешуі болады. Яғни осы аралықтағы кез келген нақты санды қойсақ, мына теңсіздік орындалады. 0-ді аламыз, 16-ны аламыз. Видео мұнысы лайк қойып, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.